Қадірлі ағайын туыстар, жиналған жамағат, өлі разы болмай, тірі баймас деген қазақтың аталы сөзі бар. Өз ғұмырын ел жұртына арнаған ата-бабаларымыздың бейнелі өмірін біз кейінгі ұрпақтары әрдайым еске алып, Құран бағыштау қасиетті парыздарымыздың бірі. Бүгін біз Шеркеш әулетінің өмірден өткен Боранбай атамыз бен Қаныш әжемізге және оның ұрпақтарына Құран бағыштап, еске алуды жөн көрдік. Асқартау әкеміз Қалимолла және бауырымыз Хамидолла, Тұрған, Наташа, Бақыт Жамал, Ғаламат, келініміз Айгерім, жеңгеміз Оралды сағынышпен еске аламыз. Бүгінгі күн жүрекке сағыныш ұялататын, өткенге тағзым ететін, бізден мәңгілікке алыстап кеткен асылдарымызды еске алатын күн. Еске алу бұл естелік емес, жүрекпен тілдесу, рухпен сырласу, бұл өткеннің қадірін түсініп, үмітпен қарау. Бұл өмір кімнен қалмаған, талай жақсылар мен жайсаңдардан, ақындар мен ғұламалардан қалған. Әкеміз 1953 жылдың тамыз айында дүниеге келіп, 1988 жылы қараша айында өмірден озған. 1976 жылы анамыз Ләйла Құттымұрат қызымен отау құрып, Сәбит, Мәди, Айшолпан, Медет, Мая есімді ұл қыздарын өмірге әкеліп, 1988 жылдың қараша айында мәңгілік мекеніне аттанды. Анамыз сол кезде 32 жаста еді. Анамыз балаларын өзі тәрбиелеп өсірді. Қыздарын қияға, ұлдарын ұяға қондырған ана. Қалимолла әкеміздің өмір жолы еңбекпенен өріліп тарқатылған, орын алған Шеркеште ел ішінде заманның ойып тұрып ортасынан, асырып адалдықтың бағасында, жеткізіп болмысын нақ дарашынға, жеткізем деп 3 ұлмен 2 қызын, күнменен тең еткен еңбек саласында. Сәбит, Мәди, Медет сынды ұлдарын, Айшолпан мен Маядайын қыздарын өмірге әкеп, бағып қағып өсірді, жайқалтқан рас береке мен гүлзарын. Салып кеткен даңғыл жолын құрметтедім, жалғаған ұлы істердің тізбектерін, атқарған бір кісідей бұл әкеміз шоферлық пен депутаттық қызметтерін. Кісінің көңілінде бағып жүріп, ризығын тірнектеумен тауып жүріп, әкемізге тән болған қасиеті салмақтылық және де сабырлылық. Жан жарына демеумен сүйеу болған, қалың елдің ақ батасын алып жүріп, қоғамдық жұмысқа да ат салысты, мәдениеттің қазығын қағып жүріп. Қалдырып ерлік сынды мол мұраны, мәңгіліктің мекенін жол қылады. 88-дің қараша айында әкем сырқаттан айыға алмай көз жұмады. Әкеміз көре алмастан көп қызықты, о дүниенің ауылына бет бұрыпты, қиындыққа мойымай жалғыз өзі анамыз балаларын жеткізіпті. Боранбай атам өткен бұл өмірден, өнегелі ғұмырын сүре білген, 3 ұлменен 3 қызға әке болған атамызды нағыз ер деп білемін мен. Әруақтар бізден дұға күткен екен, бұйрығы бір Алланың түскен екен. Қаныш әжем атамменен тұрмыс құрып, от жағып, бірге отау тіккен екен. Хамидолла ағамменен Тұрған апам, оларда өттім мәңгіліктің мекеніне, сан жылдар сағымдай боп елестейді, көз тастай қарар болсан кешегіге. Орындары ойсырап тұрғаннан соң, анық бүгін өздерін сағынғаным, бағытын бағамдаған жандар еді, Наташа мен
бақыт жамал бауырларым. Өз еншісін бұл өмірден ала алатын, дауа бар ма, жарамызды жазалатын, орын тепті жазмышқа шара бар ма, о дүниенің мекенінде ғаламатым. Ақтаған елінің нық сенімінде, қылау тұрмас жан еді көңілінде, кете барды қол бұлғап ортамыздан, арамыздан айгерім келінімде. Үміттеніп бәрі жақсы болар деумен, сабырменен анығында толар кеуден, қонақ болып сол күйіп бұл 5 күнге, бақилық көп кетті орал жеңгем. Атап өткен осы аруақтың барлығы да, шеркеш руы жау қашты тармағынан, бұл елдің ұрпақтары өр намысты, жер қайсар сөздерінің салмағынан. Жылжитынын уақыттың кім аңдаған, қазықтай бір орнында тұра алмаған, дұға қылып әруақтарды қадірлейміз, медет сұрап марқұмдарға бір Алладан. Бабалардың ұмытылмас аты нағыз, сабырмен бір Аллаға бас ұрамыз, Боранбай атамыздың әруағына қол жайып дұға қылып отырамыз. Асыл деп айтпайды екен асылдығым, арқалаған насихат пен ақыл жүгін, о дүниенің тұрақты абаулында ханшайым әжемізде жатыр бүгін. Сағынышпен алатын елесіне, кім жетпек асқар шыңның белесіне, Қалимолла әкемізде мініп кетті, амал нешік келместің кемесіне. Ұрпақ үшін қиындыққа сынбаған, жан едіңіз өз алдына бір ғалам, адам түгіл ұшып өткен шыбынға, зәре дейді бір зиянын қылмаған. Бола білген азаматтың заңғара, көп ақ еді орындайтын арманы, желеп жебеп жүр бүгінде біздерді, Хамидолла бауырымыздың әруағы. Орны айқын, бөлек тұрар дарамыз, ақылы кең дариядай данамыз, сапар шеккен мәңгіліктің еліне, есімізге тұрған апан аламыз. Демі бітер сәтінің сағатында, білген емес пенде шіркін жобасында, ағайындар Наташа бауырымыз жатыр бүгін жер ананың панасында. Сан сынақты өткерер бастан көбі, осы емес пе қайғының батқан жері, жарық болсын деп тілейміз әрқашанда, бақыт жамал бауырымыздың жатқан жері. Жеріңді жеткізетін ағайын, өтпей жатқан сөзіңді өткізетін ағайын, іс түскенде басына қарасатын ағайын, хабарсыз кетсең сағынып алашатын ағайын, іс түскенде басына қарасатын ағайын, хабарсыз кетсең сағынып алашатын ағайын. Қолтығымнан су бүркіп қолпаштайтын ағайын, талабыңа биіктен ой тастайтын ағайын, қуаныш пен қайғыңды бөлісетін ағайын, сәл нәрсеге өкпелеп келісетін ағайын, қуаныш пен қайғыңды бөлісетін ағайын, сәл нәрсеге өкпелеп келісетін ағайын. жоғанды жоқтайтын да ағайын,
кезіңнен сырыңды білетінде ағайын, сүрінгенде бірінші көлетінде ағайын. Жас кезіңнен сырыңды білетінде ағайын, сүрінгенде бірінші көлетінде ағайын. Озғаныңды көре алмай көнбейтінде ағайын, азғындасаң аямай жөндейтінде ағайын. Жек-жек етіп ұрпаққа бөлетінде ағайын, қисайғанда жабылып көнетінде ағайын. Жек-жек етіп ұрпаққа бөлетінде ағайын, қисайғанда жабылып көнетінде ағайын. Айнымас міндет екенсің,